Барселонадан баршаңызға жалынды сәлем. Қалдарыңыз қалай? Жақында маған мынандай жекеге хат келді. Жұлдыз, сіз неге көп жаңағы танымал адамдар секілді, блогерлер секілді пляжға барып, сол жақта жатып демалмайсыз, неге бренд киім кимейсіз, неге сондай бір мейрамханаларға бармайсыз деген сұрақты жолдапты. Мен айтпағым, енді әр адамның өзінің талғамы әртүрлі ғой. Білмеймін неге екенін, бәлкім балаларым өсіп қалған, мен талап солай болғандықтан шығар. Маған мейлінше пляжда жатып демалғаннан көрі осындай пайдалы ақпаратпен, жергілікті тарихпен танысқан, тіл үйренген ұнайды. Мен осылай демалғанды ұнатамын. Бұл кезде менің жалпы өзімнің миым қозғалады, ішкі жаным тынышталады, рахаттанады, ләззат аламын. Жалпы осындай дүниелер мені қуантады. Жаңа дүние білген қандай керемет, жаңа дүние білгендіктен бәлкім мен шабыт алып, ләззат алатын шығармын. Кім біледі? Бірақ много со временем дейді ғой, жастардан қалыспай, жастармен бір тілде, бір бағытта болу үшін, бір волнада болу үшін, әрине міндетті түрде бізде дамып өсуіміз керек, білімді шыңдау керек, ізденіс үстінде жүру керек деген ұстанымдамын. Сондықтан сіздер де біле жүріңіздер, көре жүріңіздер. Барселонаға келу арман болып жатса, сіздерге де жұғысты болсын. Жақсыны көрмекте дейді ғой. Сондықтан мен әрі қарай пока осы Барселонада кезінде сіздермен осы жергілікті әдемі ғимараттармен, тарихтармен, ақпараттармен бөлісіп отыруға уәде беремін. Міне, өстім күндер өсіп қояды. Кітапхана дүкендері өте көп. Жаңағы дүкен ол балаларға арналған дүкен екен, кітаптар, яғни балаларға арналған кітаптар. Және саябақта, автобустың ішінде, қай жерде жүрсең де байқайтыным, отырып, демалып кітап оқиды екен. Ересектері де, балалары да. Айтпақшы, оны біздің балалар көрді. Хороший пример, да?